Қалай жасанды интеллект агенттігін ашып, ақша табуға болады? Мен соңғы 3 айда жасанды интеллект агенттігін жүргізіп келемін. Осы уақытта жиналған тәжірибемді қолдана отырып, сізге нақты 3 қадамды айтып берейін, мұқият тыңдаңыз. Бірінші қадам: жасанды интеллект боттарын жасауды үйреніңіз. Менің осы блогымнан және ютубымнан осы тақырып туралы көптеген видеолар таба аласыз. Бірақ сіз теорияны дұрыстап үйрену үшін нақты практика жасауыңыз керек. Сондықтан достарыңызға, таныстарыңызға жасанды интеллект боттарын жасап беріңіз. Бұл үшін ақы сұрамай қойыңыз, тек пікірлер мен нақты нәтижелерді жинаңыз. Бұл сіздің сеніміңізді арттырады және болашақ клиенттерге сенімділік береді. Екінші қадам: тапсырыс алудың ең жылдам жолы Instagram жарнамасы. Пікірлер мен кейстер жиналған соң, соларды пайдаланып, Instagram жарнамасын жасаңыз. Бұл тапсырыс алудың ең оңай әрі жылдам жолы. Бұл таза математика. Егер сіз 100 адамнан өтініш алсаңыз, кем дегенде 1 адам тапсырыс береді. Бұл 1% конверсия. Бір ғана тапсырыстың өзі жарнама шығынын толық жабуы мүмкін. Егер жарнамаға ақша жұмсағыңыз келмесе, қысқа әрі пайдалы видео контент жасаңыз. Бұл тегін әдіс, бірақ нәтижеге жету үшін көбірек уақыт қажет болады. Үшінші қадам: бір ғана нишаға, яғни салаға назар аударыңыз. Көп саламен жұмыс істеу әрбір клиент үшін шешімді қайта-қайта ойлап табуға тура келеді деген сөз. Бұл көп уақытты алады, сәйкесінше табысыңыз да аз болады. Ал егер сіз бір ғана нишаны таңдасаңыз, бірінші шешімді жасағаннан кейін келесі клиенттерге сол дайын шешімді оңай бейімдеп бере аласыз. Уақытыңыз үнемделеді, табысыңыз көбейеді. Сонымен қорытындылайық. Жасанды интеллект агенттігін ашу үшін сізге мына 3 нәрсе қажет. Біріншісі: жасанды интеллект автоматизацияларын және боттарын таныстарыңызға тегін жасап беріп, практика және портфолио жинап алыңыз. Екінші қадам: Instagram жарнамасы немесе пайдалы контент арқылы клиенттерді өзіңізге тартыңыз. Үшіншісі: бір ғана салаға бағытталыңыз. Егер видео пайдалы болса, видеоны кәсіп бастау керек еді, бірдеңе істеу керек еді дейтін достарыңызға жіберіңіз. Оларға бәлкім бір идея болып қалар. Ал обучение туралы білгіңіз келсе, менің www.azatержан.com сайтыма өтіңіз. Сол жерде менің жабық қауымдастығым туралы толық ақпаратты таба аласыз.